Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің пәніміз қазақ әдебиеті. Дәптерді алып, бүгінгі күнді түсіреміз. Сәуір айының 6-сы сынып жұмысы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Жұбан Молдағалиев «Мен қазақпын» поэмасы. Жұбан Молдағалиев 1920 жылы Батыс Қазақстан облысында Сайқұдық деген жерде туған. Ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Орал ауыл шаруашылық техникумын бітірген. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. 1942-1952 жылдары майдандарда қазақ тілінде шығып тұрған «Отан үшін», «Майдан шындығы», «Жеңіс жалауы» газеттерінің редакцияларында түрлі қызметтер атқарды. 1948-1983 жылдары Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінде бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, редактордың орынбасары. Қазақ әдебиеті газетінде редактордың орынбасары. 1958-63 жылдары Жұлдыз журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы болған. Жұбан Молдағалиевтің ақындық даңқын көтеріп, оның есімін әдебиет әлеміне енгізген шығармасы «Мен қазақпын» поэмасы. Өткен ғасырдың 70 жылдары жарық көрген туынды қазақ ұлтының өзі туралы поэмалық жариялауы болды. Бұл поэмада ақын қазақ халқының өткен өмірі мен тағдыры жайлы лирикалық, публицистикалық стильде толғана жырлады. Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін ашуда оның ерлік дәстүрі, туған жер мен ел, оның байлығы, адамдары жайлы асқақтата, көркемдеп жырлай білді. Қазір балалар, біз осы Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасынан бейне үзінді көреміз. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жөргегімде таныстым мұң тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сыйдырам даланы кең. Пәк сәбимін, бесікте өлдеген, дәуірлермен құрдаспын, данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа, сынға сықпын, жүрегі бар кеудемде шын ғашықтың, жанары таудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам, қыран боп шынға шықтым. Мен қара көз сұлумын, сайтан қызбын, сайрай қалсам тілімнен бал тамыздым. Сүйер болсам, өмірдей өле сүйдім, қас батырмен қайрасқам балтам жүзін. Мен қазақпын, бір биік белеспін мен, Европада, Азияда емеспін мен, аралықпын, жетінші материктей, бірақ баршадан мен тең өстім мен. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім.
Олай болса, сабағымызды жалғастырамыз. Біріншіден, біз өз-өзімізге мен кіммін деген сұрақты қойып көреміз. Өз қиялымызда біз біріншіден шындығында кімбіз? Бұл дүниеге не үшін келдік және қоғамға, өзімізге пайдасы тиетіндей біз қандай істер атқардық? Ойымызды жинақтап, дәптерге жазамыз. Келесі тапсырма: хронологиялық кестені нақты берілген жылдар бойынша онда орындалған мәліметтермен толықтырамыз. Үй тапсырмасы «Мен қазақпын» поэмасын жаттау. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.